Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді және де қамыры үлпілдек болып шығатын булочкидің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Сіздерде де дәл осы менікі сияқты қамыры үлпілдек, жұмсақ болып шығатын болады. Сол үшін видеоны соңына дейін қарап, сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Ал ендіше бастайық. Бізге сүт қажет болады. Сүтіміз міндетті түрде жылы сүт болу қажет. Және де үстінен бір пилайдай қантымызды салып, және де ерітілген сары майымызды, 2 жұмыртқамызды және де үстінен дрожжымызды салып, жақсылап қантымызды ерігенше араластырып алатын боламыз. Құрамына қажетті заттардың барлығын астына описание бөліміне қалдыратын боламын. Сол жерден қарап көріп жасасаңыздар болады. Дәл осылай қантымыз ерігенше араластырып алатын боламыз, және де електен өткізіп, ұнымызды аз-аздан сала отырып, және де үстінен 1 шай қасық разрахителімізді салып, вилканың көмегімен жұмсақ қамыр елеп аламыз. Ұнымыздың барлығын бірден салып жібермей, осылай аз-аздан сала отырып, қамыр елеп аламыз. Бізде қамырымыз өте жұмсақ, қолға жабысатындай нәзік қамыр болып шығады. Сол үшін ұнды қатты көп мөлшерде салудың қажеті жоқ. Қамырымыздың басы біріккенше ғана ұнымызды сала отырып, жұмсақ етіп елеп аламыз. Және де сіздерден сұрарым, қазақша контентті қолдап, менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып, өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Ол мен үшін өте маңызды, және де алдағы уақытта сіздермен көптеген тағам түрлерімен бөлісетін боламын. Енді дәл осылай қолымызбен қамырымызды елеп алатын боламыз. Қамырымыз міне осылай біріккен соң қолымызға жабысып тұрады, және оның үстінен 2 ас қасықтай сұйық майымызды құйып, сұйық майымыз қамырымызға сіңгенше жақсылап елеп алатын боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді бетін жауып жылы жерге 1,5 сағаттың көлемінде қойып қоятын боламыз. Қамырымыз әдемі болып көтеріліп шығатын болады. Міне біздің қамырымыз көтеріліп шықты. Өте жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр болып шығады. Енді қамырымызды ыдысымыздан түсіріп алатын боламыз, және де 2 бөлікке бөліп, 2 зуала жасап аламыз. Және де сіздер дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, сіздерде 25-26 штуктай булочки шығатын болады. Сіздер құрамын азайтып, көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Және осылай ұнымызды кішкене сеуе отырып, қамырымызды аунатып алып, кішкене бөліктерге бөліп алатын боламыз. Егер де сіздер булочкиларыңыз бір көлемде біркелкі болып шықсын десеңіздер, таразының көмегімен біркелкі етіп бөліктеп алсаңыздар болады. Мен осылай көз мөлшерімен біркелкі етіп кесіп алдым. Барлық қамырларымызды дәл осылай кесіп алған соң, домалақ етіп зуала жасап алатын боламыз. Және жасап жатқан домалақ қамырларымызды бетін жауып қоюды ұмытпаңыздар, беті кеуіп кетпесін. Сол үшін матамен немесе пакеттің көмегімен жауып отырыңыздар. Міне барлық қамырларымызды зуала жасап алдық. Енді беті кеуіп кетпеу үшін осылай пакет немесе мата жауып қойсаңыздар болады. Енді шетінен осылай қамырларымызды жайып алатын боламыз. Сіздер оқтаумен немесе қолдарыңызбен де жайсаңыздар болады. Және мен осылай ішіне салғанға нутелла қолдандым. Сіздер ішіне варенка немесе жаңғақтар салып жасасаңыздар болады. Және осылай арасын қатты етіп басып шығып, және екі шетін бүге отырып түйіп алатын боламыз. Және де бұл қамырдың түйілуімен ерекше болады бұл булочкамыз. Және осылай барлық қамырларымызды біркелкі етіп жайып түйіп шығатын боламыз.
Барлық булочкаларымызды дәл осылай түйіп алған соң бетін жауып 10 минутқа қалдыратын боламыз. Міне біздің қамырларымыз көтеріліп шықты. Енді жұмыртқамен кішкене сүтімізді араластырып біркелкі етіп жағып аламыз және қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Міне біздің булочкаларымыз пісіп шықты. Өте жұмсақ, қамыры да үлпілдек болып пісіп шығады. Және осылай бетіне қант ұнтағын сеуе отырып дастарханға ұсынсаңыздар болады. Сіздерге де дәл осы менің рецептіммен жасап көруге кеңес беремін. Бір жасағаннан дәл осы менікі сияқты үлпілдек болып шығатын болады. Және де жасап көріп жатсаңыздар, комментария бөлімінде бөлісуді ұмытпаңыздар. Және де сіздерден сұрарым, қазақша контентті қолдап, менің каналыма тіркеліп кетсеңіздер, және де лайк, комментарий қалдырып өз пікірлеріңізбен астында бөлісе кетіңіздер. Ол мен үшін өте маңызды. Сіздерге видеом пайдалы болды деген ойдамын. Назар қойып көргендеріңізге рахмет.